Бүгінгі өмірді темірсіз елестету мүмкін емес. Жыл сайын әлемде миллиард тоннадан астам темір өндіріледі. Осы элемент болмағанда өнеркәсіп, транспорт, құрылыс, тіпті музыка ешқашан осындай биікке көтерілмес еді. Және біздің өмірімізде темір болмағанда дәл мұндай жайлы болмас еді. Ежелгі металлургия біздің дәуірімізге дейін 2-1 мыңжылдықтарда бастау алды. Ұзақ уақыт бойы біздің дәуірімізге дейінгі 13 ғасырда орталық Қазақстан металлургиясында темір қайнату пештері болған жоқ деп саналды. Алайда соңғы археологиялық қазба жұмыстары бұл кезеңде металлургтер темір өндірісін игергенін дәлелдеді. Бұған Алат қонысында табылған артефактілер дәлел бола алады. Алат қонысы Қарқаралы кентаулы орман аймағында орналасқан қала және темір балқытылған Қазақстан аумағындағы жалғыз орын. Мұнда археологтар қола балқыту және темір алуға арналған металлургиялық пештердің тұтас өндірістік кешенін, күл үйінділерін, сондай-ақ балқыту өнімдерін тапты. Табылған металлургиялық пештер металл өндірісінің жоғарғы технологиялық даму көрінісін көрсетті. Дәл осы жерде 3000 жылдан астам уақыт бұрын металлургтер шеберханасы болған аналық платада ежелгі технологияларды пайдалана отырып пештерді қайта құру және қола мен темірді балқыту бойынша ғылыми эксперимент жүргізілді. Бірінші кезеңде темір балқыту пешін қайта құрды. Аталмыш бұл жұмыстар пешті орналастырудан басталды. Диаметрі 45-50 см болатын пештің түбі алдын ала 15-20 см тереңдетілген тас плиталардан жасалған. Содан кейін білік пешінің қабырғалары тастан қаланып, пешке терезелер мен қалпына келтіру процесінің өнімі шығарылатын саңлау, сонымен қатар 2 ауа үрлеушіге арналған кішкене терезелер қалдырылды. Пештің биіктігі 60 см кесілген конус түрінде жасалды. Пештің жоғарғы бөлігінде диаметрі 20 см болатын саңлау бар. Аталмыш бұл жылыту қондырғысын орнатқаннан кейін оның іші мен сырты сазбен қапталған. Келесі кезең пешті кептіру, оны саздан жасалған байламмен сылап, қатты жарылмайтын етіп жүргізу қажет. Пеш ұсақ бұтақтармен 3 сағат бойы қыздырылды. Ал бұл уақытта ауа өткізгіштер үшін саздан арнайы түтіктер жасалды. Олар мұнан соң жақын маңдағы пеште күйдірілді. Балқу процесі кезінде ауа жоғары балқу температурасын қамтамасыз ету үшін осы түтіктер арқылы саңлаулардың көмегімен пешке ауа үрлейді. Ары қарай пешті қыздыру жұмыстары жүргізілді. Отын сол жерде дайындалды. Бұл маңайда құрғақ ағаштар көп болатын. Оларды пешке салып, Алат қонысынан 40 шақырым жерде алдын ала жиналған кенді дайындауға кірісті. Кен 3-5 мм фракцияларға ұсақталып кептірілген. Пешті қыздырумен қатар ауа өткізгіштері орнатылып, үрлеуіштер қосылды. Аталмыш бұл үрлеуіштер былғары мен ағаштан жасалған. Олардың жұмысы пештегі температураны көтеруге және оны ұстап тұруға мүмкіндік береді. Теріден жасалған бұл үрлеуіштер бір-біріне қарама-қарсы орнатылады. Олар ауаны кезек-кезек тартып, қысып, күшейтеді. Жылытылған пеш әбден қыздырылды. Алайда соған қарамастан температура кенді балқыту үшін жеткіліксіз болды. Мы засыпаем туда. Біз мұнда көмірді көп мөлшерде саламыз. Домнада мұны жалғыз калоша әдісі деп атайды. Ол неде жасалады? Ең алдымен бізге жану аймағын ұйымдастырып алу қажет. Осы жерде үрлеуіштер іске қосылады. Бізге оттегінің қосымша келіп отырғаны қажет. Тек осылай жасағанда жану процесі күшейе түседі. Процесс горения шел уже более интенсивно. Көмір пеште отын салу және оттегінің кіруіне жол бермеу арқылы алынды. Күйдірілген көмір пештің жартысына жеткеннен кейін жану аймағына ауа беруді тоқтатпастан кесілген қабаттап дайындалған ұсақталған кен мен көмір төселді. Кен мен көмірді төсеу бірнеше мәрте қайталанды. Сонымен қатар басқа аналық платада қола дәуірінің пешін қайта құру жұмыстары жүргізілді. Пештің түбіне тереңдігі 1 метр шұңқыр қазылып, ауа өткізгіштерге арналар жасалды. Пештің түбінен мұржамен аяқталатын бірнеше метрлік науа қазылды. Мұржа күшті тартысты қамтамасыз етті. Мұржа құбыры шығарыла отырылып, пештің қабырғалары саз балшықпен сыланып, науаның үсті тас плиталармен жабылып, ол да саз балшықпен қапталды. Мұнан кейін ауа өткізгіштер орнатылды. Тәжірибе үшін ауаның негізіне күйдіруге арналған саз балшықтан жасалған бұйым қойылды. Аталмыш бұл жылыту қондырғысының түбіне қалың көмір және кен қабаты салынды. Осылайша бірнеше қабаты қойылып шықты. Пештің үстіне тастар қойылып, ол сазбен сыланды. Үрлеуіштермен ауа айдауды тоқтатпастан балқыту 8 сағатқа жалғастырылды.
Процесс аяқталғаннан кейін пешті ашқанда күйдірілген керамика мен крица алынды. Бұл уақытта темір балқыту жұмыстары жүріп жатты. Тәжірибе барысында кеннен темірдің қалпына келу процесін білу үшін пеш температурасын өлшеу жүргізілді. Пештің ішкі бөлігіндегі температура 980 градусты көрсетті. Балқыту процесі 10 сағатқа созылды. Кеннен қалпына келтірілген темір жанбаған ағаш көмір қоспасы мен қош қоспасын құрайтын тау крицасы деп аталатын темір қауекті масса құрай отырып, қамыр пішінде пеш түбінде концентрацияланды. Ежелгі металлургтер бұйымдарды дайындау үшін жарамды темірді алмайынша крицаны қайта қыздырып, оны бірнеше қайтара жауып отырған. Тәжірибе барысында алынған крица зертханалық тексерістерден өтті. Зерттеу нәтижелері темірдің жалпы құрамы 65,77%, темір тотығы 35,78%, таза темірдің құрамы 14,57% екенін көрсетті. Бұл деректер темір балқыту тәжірибесінің сәтті өткендігін айқындап берді.